Сабақтың тақырыбы ақпаратты шифрлау. Сабақ мақсаты барлық оқушылар ақпаратты шифрлау, кодтау ұғымы туралы анықтама береді. Көптеген оқушылар ақпаратты кодтау әдістерін қолдана алады. Кейбір оқушылар ақпаратты кодтау әдістерін пайдаланып, өздігінен кодтау, декодтау жасай алады. Сәлемдесіп, оқушылар түгендегеннен кейін шаттық шеңбері әдісі арқылы оқушыларды ортаға шығарып жаттығу орнатамын. Мақсаты сыныпта жайлы әрі көңілді ахуал орнату. Сыныпты топқа бөлу үшін Flippity веб қызметі арқылы оқушыларды кездейсоқ таңдалған екі топқа бөлемін. Топқа бөлінгеннен кейін әр топтан топ басшысын сайлап, бағалау парағын ұсынамын. Топ басшысы оқушылардың тізімін жазып, әр тапсырма сайын алған ұпайларын белгілеп отырады. Дұрыс жауапқа 1 ұпай беріледі. Өткен сабақты пысықтау үшін Learning-Apps.org платформасында қайталау жаттығуларын орындайды. Жаңа сабаққа өту үшін құпия сөз ойын ойнайды. Мақсаты сабақты өзектендіру. Ережесі кесте ішіндегі сандарды ретімен жазып, жасырылған мәтінді шешу арқылы жаңа сабақтың тақырыбын анықтау. Жаңа тақырыптың аты ақпаратты шифрлау. Сабақтың мақсаты мәтіндің ақпаратты кодтау, шифрлау. Мәтінді ақпаратты кодтан шығару. Миға шабуыл әдісі арқылы жаңа сабақпен өткен сабақты байланыстыра отырып, оқушыларға сұрақ қоямын. Ақпараттың қандай түрлері бар? Мәтіндің ақпарат деген не? Жаңа тақырып бойынша кодтау, декодтау дегеніміз не? Ақпаратты кодтаудың түрлерінің бірі Морзе алфавит туралы түсінік беремін. Және де шифрлау, шифрдан шығару дегеніміз не? Шифрлаудың түрлері, әсіресе алмастыру, Цезарь шифры дегеніміз не? Осы сұрақтар бойынша түсінік беремін. Бірінші тапсырма топтық жұмыс. Оқушылар оқулықпен жұмыс жасайды. Әр топ келесі топқа 5 сұрақтан дайындайды. Әрбір оқушы жеке сұрақ дайындайды да келесі топпен орын алмасады. Топтар сұраққа жауап беріп, қайтадан өз тобына келеді. Берілген жауаптарды тексеріп, бағалайды. Бұл жерде оқушылар бірін-бірі бағалайды. Екінші тапсырма жеке жұмыс. Электронды оқулықтағы тапсырманы орындау. Дескриптор Морзе әліппесін қолданып, кодталған сөзді табу. Үшінші тапсырма Puzzle.com сайтында жасалған сөз жұмбақты шешу. Дескрипторы шифрлау тақырыбына байланысты сөз жұмбақты тоқтай шешу. Сабақты қорытындылау үшін online-test.com сілтемесі арқылы өтіп, тест тапсырмасын орындайды. Сілтемеге өткенде оқушылар өзінің аты-жөнін жазады және 3 сұраққа жауап береді. Орындағаннан кейін барлық оқушының қанша ұпай жинағаны экранда статистика бөлімінде көрініп тұрады. Кері байланыс рефлексия жасау үшін Mentimeter сілтемесі арқылы өтеді. Бұл жерде оқушыларға сұрақ қойылады. Сабақта орындаған қандай тапсырма ұнады? Яғни, орындаған 3 тапсырма Learning-Apps платформасында, Puzzle.com және online-testpad платформаларында орындаған тапсырмаларының қайсысы ұнады? Ұнағанына оқушылар дауыс береді. Ең көп ұнаған, дауыс жинаған тапсырманы келесі сабақта қолданып, ары қарай жетілдіре түсеміз. Бағалау. Бағалау парағында жинаған ұпайларын санап, оқушылардың оқу жетістігі бағаланады. Үйге тапсырма 23-ші беттегі үй жұмысын орындау. Келесі кезекте 5-ші Ә сыныбына өткен ақпаратты шифрлау тақырыбында түсірілген бейне сабақты тамашалаңыз.